Adam gibi aytadi. Men senlarga onu bir 500'e жуығы жатыр екен. Көрдіңіз бе? Ya 500'de hepsi Bolu деген ол біздің мына ұлттық үлкен құндылығымыз. Демек бізде осынша қомақты мұрамыз бар. Ал енді ол өздерің білесіңдер, сол хатқа түсіру, жариялау, оған зерттеу жүргізу, кітап етіп шығару мәселесі осы епісті мынау 20-шы ғасырдың бас кезінен десек болады. Одан бұрында болған эпикалық жырды 4-ке 5-ке бөліп қарау қазір әбден қалыптасқан. Енді соның біріншісі өздерің білесіңдер батырлық жырлар, екіншісі ғашықтық жырлар, біріншісі көне жырлар, көне эпостар десек болады. Көне эпос. Ертегілік эпос деп те айтады орыс зерттеушілер оны. Өйткені ертегі аралас жүреді ғой. Аңыз, әңгіме, ертегі, тұрмыс салт өлеңдер бәрі араласып жүрген эпостың түрі сол көне эпос деп аталады. Соң екінші батырлық жырлар. Батырлық жырлар енді біздің сол эпикалық аңыздаулардың ішіндегі ең бір алдыңғы орынды ұстайтыны. Тәрбиелікте танымдық мәні қызметі басым жыр осы эпостық жырлар. Өйткені бұның тақырыбы отан қорғау. Отан қорғау деген ол еш уақытта ескірмейтін, қазірде мәнін жоймаған, қазірде де осы елімізді, жерімізді қорғайтын адам керек, қорғау керек. Міне сондықтан да бұны халық бірден бірге жатқайтып, біздің заманымызға жеткізді. Осы батырлық эпос. Батырлық эпос бізде көп. Өздерің білесіңдер, 40 батыр деген жыр бар мысалы. 40 жырдан тұрады. Жоңғар қалмақтарының шабуылына байланысты туған жырлар. Бұның да тақырыбы ел жерді қорғау. Қазір осы Алматының көшесінің біраз сол кісілердің атында. Абылай хан даңғылы, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр мысалы. Жәнібек батыр, осы батырлардың атына қойылды. Бұл 18-ші ғасырда кәдуелгі қолына қару алып, ол кезде енді ататын мылтық немесе зеңбірек, зеңбіректің өзі кейін орыстар қалмақтарға, моңғолдарға үйреткен жоңғарларға. Ал бірақ ол кезде кәдуілгі қылыш, шоқпар, найза, міне осыменен соғысқан сол 18-ші ғасырда біздің көптеген батырларымыз бар. Соған байланысты көптеген тарихи жырлар өмірге келген. Тарихи жыр ол бірден туа қоймайды. Ең алдыменен сол өлең туады, жоқтау сияқты, немесе қоштасу сияқты.
Таскескенге 62-жылы келдім. Ар жағында біз Қарақол деген совхозда тұрдық қой. Содан 62-де келіп мектепте мұғалім болып орналастым. Содан кейін барып, сол 75-ке дейін 10 шақты жылдай мұғалім болдым қысқасы сол жерде. Содан кейін мына мен бар кезде Болат Тұрлыхановтың өзіндегі Орта Азияның чемпионы ғой ол. Сол жерде сабақ берді. Сол сияқты Ленин орденін алған Қайша апамыз сабақ берді. Жақсы осы мына кімдер мына Гүлзада, сосын көптеген енді Мұрат, Бекубаев дейді. Сол жерде кім Қазхан деген мұғалім, Сапаров деген үлкен кісілер, осының бәрі кейбірі арнайы училище, педагогикалық училищені бітіргенде көбі жоғары білімді азаматтар еді. Ол кісі ана жақта партия басшысы болған, Тарбағат аймағының басшысы болған адам ғой. Содан кейін барып ол кісі сол үш аймақты азат ету Гүлменданды қуып, Баян Күнсанданды құру жолы әйтеуір төңкеріс болып, соның басшысы болып Алтайға дейін барған. Соғысып біздің шешелеріміз тегі сол Таскескен жақтан 30-28-29 кампеске жасау ашаршылық кезінде сол жаққа қашқан адамдар екен. Ол кісілердің жерлері сол Дүржар, Таскескен төңірегі. Содан сол кісілердің паспорты болғанда сонымен біз бері қарай өтіп кеттік қой. Өтіп кеттік, ол кезде енді біз баламыз, мектепте оқитынбыз. Мен 12-13 жасымда өттік, біз өткенде мен сондай. Менің кейінгілердің бәрі мүлде жас кішкене болады. Сонымен сол Қарақолға келіп бір 2-3 жыл ма Қарақолда болдық, 3-4 жыл ма Қарақолда болып Қырғызстанға кеттік. Қырғызстанда 1 жыл тұрдық. Одан Қарақолға көшіп келдік. Қарақолда біздің нағашыларымыз тұрады. Онан Қарақолда 4-5 жылдай тұрып қалдық. Сонымен біз ол жерде жақсы тұрдық та, бірақ 7 жылдық мектеп қана болды, 10 жылдық жоқ еді біз барда. Содан енді ана балалар оқу керек, қарындастар інілеріміз содан көшіп Таскескенге келдік қой. Таскескеннен 9 жолдың торабы. Сол жерде орта мектепте істедік. Кім Гүлжауһар, менің қарындасым ғой, менен кейін үлкен енді ол сол алтын медальмен бітірген бірінші оқушы, сол алтын саринде бірінші алтын медальға бітірген екен. Содан кейін бізден кейін шыға бастады. Гүлжауһардан кейін алтын алғандар да болды, күміс алғандар да болды. Одан кейін біз көштік. Түсіменді балалық бәйге болақ, майлы таудан жататын ағып қолап, қатал тағдыр айырды ойлағандай боламы, тағдыр тұрақ бәйге болақ. Ойлағандай боламы, тағдыр тұрақ бәйге болақ. Түсіменді өткен